Сонымен аман-есен 3-ші жасөспірімдер олимпиадасы өтетін Латын Америкасындағы ең әдемі астаналардың, қалалардың бірі Буэнос-Айрес қатпасын тіредік. Дәл осы жерде олимпиада ойындары өз жалауын көтереді. 3-ші рет өтпек жасөспірімдердің арасында. Біз осы олимпиада ойындарының ашылу салтанаты өтетін Нуэво де Хулио деп аталатын, яғни 9 шілде деп аталатын арнайы осы көшеде тұрмыз. Артымыздағы арнайы обелиск бұл тәуелсіздік монументі. Тұңғыш рет олимпиада ойындарының ашылу салтанаты ашық алаңда, көшеде, дәл осы жерде өтетін болады. Оның ашылу салтанатына да бірнеше күн ғана қалды. Қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр, бірақ бір айта кетерлігі, Буэнос-Айреста бір міне бізде олимпиада ойындары өтеді дегендей бір сезім байқалмайды әзірше. Мүмкін санаулы күндерден кейін ол сезімді біз сезіне бастайтын шығармыз, бірақ қазір күнделікті күйбең тірлікпен жүрген адамдарды ғана көріп отырмыз. Сәл кейінірек біз баспасөз орталығы жаққа барамыз, және де жас олимпиадашылардың саябағын атпасын тіреміз. Мүмкін сол жерде олимпиада ойындарының жақындап қалғанын сезінетін шығармыз. Арнайы автобуспен бара жатырмыз. Жарты сағат сайын жүріп, арнайы аялдамадан отырдық. Қазір ең басты мақсатымыз барып, өзіміздің аккредитациямызды активация жасауымыз керек. Одан кейін біздің спортшылар бүгін жаттығуларын бастап кетті. Сол жерлерге барып, жаттығуларын суретке түсіріп алуды мақсат етіп отырмыз. Әзірше кісі көп деп айта алмаймыз. Бізде мысалы қазір автобуста 15 шақты адам келе жатыр. Күннен күнге автобус жақсы жүреді деген ойдамыз. Өйткені бір объектіден нысаннан екінші нысанға дейін үлгеруіміз қажет. Сондықтан да дәл осындай автобустардың көмегімен қалада жүріп тұратын боламыз. Сонымен біз атлеттер қоныстанған олимпиадалық қалашыққа да келіп жеттік. Міне артымызда көріп тұрсыздар, осы үйлерде спортшылар орналасты. Қазір жаңа біз байқадық, көрдік, біздің спорттық акробатикадан спортшыларымыз қазір жаттығуға аттанды. Кейбіреулер демалып жатыр, өздерінің бағдарламасы бойынша жарысқа дайындалуда. Міне дәл осы жерде кіреберіс, содан кейін мына жақта қазір көре аласыздар. Бұл жерде арнайы шаттл бастардың тұрақтайтын орны, тұрақ орны. Осы жерден олар барлық спорт нысандарына қатынайтын болады. Дәл мына жақта, былай қарай көрсетейік біздің көрермендерімізге. Ол жерде үлкен стадион бар, сол стадионның қасында не орналасқан баспасөз орталығы. Қазір енді барлығы осы жерде орнығып, біліп, көріп жатыр. Жаңа ғана біздің спортшылармен кездестік. Оларға кіре берген кезде, аккредитацияларын іске қосқан кезде арнайы флеш карталар берген екен. Ол егерде басқа бір адаммен танысқысы келсе, соған қолмен ұстау қажет, және де ақпарат қолма-қол көшеді. Яғни олимпиадалық ойындар бірінші кезекте әрине бұл жарыс, екінші кезекте өзіне жаңа таныстарды табуға жақсы мүмкіндік. Мы находимся в парке Сармиенто, это Технополис в парке расположено.
идут последние приготовления к предстоящим соревнованиям. Здесь идут соревнования по пляжному волейболу, а также по стрельбе из лука и другие виды спорта представлены здесь. Идут последние приготовления, буквально последние штрихи наводят сотрудники организационного комитета. И что удивительно, вот по соседству находятся футбольные поля, и там такие маленькие мальчишки малых лет уже получают азы данного вида спорта, и вот в таком маленьком возрасте аргентинским детишкам прививает любовь к футболу.